Севастьян Магдалин шіркеуінің кірпішін қалауға Астана және Қазақстан митрополиті Александрда арнайы келген. Ол өз кезегінде ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында құрылыстың басталуын жоғары бағалады. Митрополит елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың дәстүрлі діндер дамытуға қосып жатқан үлесі көп деп есептейді. Оның сөзінше, болашақта бой көтеретін шіркеуге Севастьян Магдалин есімін беру тегіннен тегін емес. Уважаемые гости, сегодня мы... Біз бүгін православ шіркеуінің құрылысын бастап жатырмыз. Бұл облысымыз үшін үлкен қоғамдық шара. Өз атымнан және сіздердің аттарыңыздан Александр митрополитті бүгінгі іс-шарада бізбен бірге болғанына алғыс білдіремін. Астана митрополиті бой көтергелі жатқан шіркеуге сыйлықтарын да ұсынды. Петропавл және Булаев епископының қолына бағалы сыйлықтарды ұстатты. Ал кейін өңір жетекшісі мен Астана және Қазақстан митрополиті Александр шіркеудің алғашқы кірпішін қалады. Сегодня знаменательный день. Бұл Петропавл жұртшылық үшін үлкен мереке. Бұл істі бастауға көмек көрсеткен қала және облыс басшылықтарына алғыс білдіремін. Елімізде бірнеше ұлт пен ұлыс тату-тәтті өмір сүреді. Бұл отанымыздың ең басты байлығы. Құдай үйі бой көтерсе, бұл облыс орталығындағы 5-ші православ шіркеуі болмақ. Ал алғашқы кірпіштің қалануына келген облыстың православийлері бұл оқиғаға зор қуаныштарын білдірді. Очень рады, не только я, все мы, прихожане, все мы города Петропавловска, очень рады. Думаю, что почаще бы бывали такие праздники. Дай Бог всем здоровья. И мы хотим в дальнейшем видеть еще больше храмов и мечетей, чтобы они были такие красивыми, чтобы мы ходили, молились, просили Бога о помощи, о благополучии, чтобы и наш город процветал. Айта кету керек, бір мезгілде 300 адамды қабылдауға қауқары болатын шіркеудің аумағы 1099 шаршы метрді құрайды. Ал шіркеудің құрылысы келушілердің қайырымдылық қаражатына салынбақ. Құдай үйін өңіріміздің православ жұртшылығы 2018 жылы пайдалануға бермек жоспарда.